Сәлем, Қамажайдан тоқыма каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі керемет тапочкидің тоқылу барысымен бөлісетін боламын. Бұл тапочки бізде балетке тоқитын мынандай табан және де үстін, ішін барлығын, табанның барлығын тоқуын және өлшем бойынша қалай табанды тоқимыз, соны да көрсететін боламын. Енді бірінші кезекте сіздерге айтатыным өтініш. Мен бұл мастер-класты түсіретін кезімде өзімнің кішкентай 3 айлық сәбиімді қасыма алып отырып түсірдім. Және де тоқылу барысында, жаңа мастер-класты түсіру барысында арт жақтан менің сәбиімнің жылаған, уыл деген, гул деген дауыстары шығады. Сондай кезінде мән бермеңіздер, негатив сөздер болмасын. Жақсы, керемет, әсем, көңіл күймен отырып, тоқып отырсаңыздар болды. Және де міндетті түрде лайк басып, қолдауларыңыз болсын, комментарий жазып қойсаңыздар, маған деген үлкен шабыт болады. Міне тағы да бір айтатын мәселе, бұл мастер-класстың түсірілу барысы менде 2 бөлімнен тұрады. Бұл менің бірінші бөлімім, екінші бөлімім келесі сабақта болады. Міндетті түрде астыңғы және үстіңгі сабақты көріп отырыңыздар. Жалғасы келесіде болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әрбір түсірген сабақтарым қоңыраушаны басқан қыздарға бірінші болып хабарлама болып баратын болады. Ал іске сәттілік барлықтарыңызға. Енді сіздерге мен жіпті айтып түсіндірейін. Жіп менде Кавказ жібі. Үлкен болып оралып тұрады, соны домалақтатып орап аламын. Менде мынау Кавказ жібі шляпадан қалған қалдық жіп. Бұл жіппен мен 2 қабат етіп шляпа тоқып жүрген болатынмын, оны жақсы білесіздер. Енді сіздерге осы жерде түсіндіргім келеді. Менде мынау қазір дайын табан. Осы дайын табан. 38-39 размерге қазір бірінші мынандай табанын тоқимыз ішіне. Осындай табанды размер бойынша тоқимыз. Және де қазір размер бойынша қалай есептейміз, соны көрсететін боламын. Сосын крючоктың номері менде 3. Міне мынандай табанға тоқимыз. Осындай етіп тоқып шығамыз. Менде 38-39. Сосын мына жерде тағы да бір айтатын нәрсе. Мықты болу үшін мен осы жерге аяқ киімнің өзін тігетін мынандай жіппен, осындай жіппен тоқыдым авязкасын. Бұны мен аяқ киім тігеді. Аяқ киім тігетін жіп, мықты болу үшін тігедім. Менде сол табаны кішкене мықты болсын деп, сөтіліп кетпесін, кейін не болмасын деп, жаңағындай осындай жіппен тоқып көрмекшімін авязкасын. Енді мына жерде бізде мынандай табанды тоқимыз, сосын Кавказ жібімен дедім. Табанды 38-39-ға тоқимыз және қалай есептейміз размерге, соны менің сіздерге түсіндіріп көрсететін боламын. Ең алдымен табанымыздың өзін өлшейміз. Мынау табан менде 38-39 размер, соның ұзындығын өлшейміз қазір. Сосын мынау менде рулетка, обычный жай строительный рулетка, мерітетін лента жоқ болғаннан кейін осындай қолданса да болады. Ешқандай ұяттығы жоқ, үйде бар затпен көрсе болады өлшеп. Енді мен қазір аламында осылай ұзыннан есептеймін, көремін қанша сантиметр екенін ұзындығын. Ұзындығы менде 26. Міне. 26 сантиметр екен ұзындығы. Көрініп тұр ғой, міне 26. Енді енін көреміз. Ені менде примерно үлкендеу жерінен алып келеміз. Енімізді үлкендеу жерінен алып кеп есептейміз. Лентамызды қоямыз. Менде ені 8-5 шықты. 8-5, 8-6, сондай примерно солай шығып тұр. Мен 8-5 деп есептей беремін енді. Ары қарай менде ұзындығы 26 дедім, ені 8-5 дедім. 26-дан аламыз 8-5-ті. Сонда менде 17-5 сантиметр шықты. Мен 17-5 емес, 18 сантиметр деп есептейтін боламын. Енді біз лентамызға 18 сантиметр болғанша ауаға бос тұрша тоқимыз. Лентамызға жаңағы өлшейтін мерітетін жаңағы рулеткам бар емес па мен, сол 18 сантиметр болғанша ауаға бос тұрша тоқимыз. Тағы да айтамын, крючок менде номер 3.
үштік номерлі крючокты алам да, осылай жіпті айналдырып алам да, бір іліп шығарамын. Міне, болды. Осылай бір іліп шығарым. Енді осыдан ары қарай есептейміз. Мен жоғарыға бостыршалар тоқимын осылай. Бір іліп алып, одан кейін барып есептеймін, санаймын. Қанша сантиметр, жаңа 18 сантиметрден қанша менде не болды? Ауаға тоқыған бостыршалар қанша болды? Соны есептейтін боламын. Міне мен ауаға тоқылған бостыршамды осылай есептеймін. 18 сантиметрге апарып есептеп қараймын. Сонда менде 18 сантиметр шығып тұр. Мен ауаға 29 бостырша тоқыдым. Енді сіздерде мен айтып қойайын, бұл жерде мен жіпке байланысты. Тек Кавказ ғана емес, басқа жіппен де тоқыса болады. Бұл менде менің жібім бойынша, Кавказ жібінен тоқығаным бойынша 29 және табаным 38-39 размер бойынша менде 29 бостырша ауаға тоқыдым. Бұны ескеріңіздер, тағы да менен көріп, мені кінәлап жүрмеңіздер, мен осылай тоқыдым, неге шықпады деп. Енді ары қарай мынау немізді жалғастырып тоқимыз. Қазір мен крючокты осылай іліп аламын да, екінші неге косичкаға, екінші косичкаға кіремін. Екінші косичкаға кіремін да, столбик без накид тоқимын. Без накидтер тоқимыз, жартысына дейін без накид тоқимыз. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, мен сіздерге толық бәрін асықпай көрсетпей ақ қояйын. Столбик, накид, без накид қалай тоқылатын. Алдыңғы мен каналымда астыңғы сабақтарда барлығын асықпай түсіндіретін. Енді бұл жерде тез көрсетемін. Қараңыздар, былай міне жартысына дейін тоққан кезде осылай біріктіріп көресіздер. Міне жартысына дейін тең-бе-тең шықты менде. Жартысына дейін столбик без накид тоқылды. Енді мына жерден бастап санаймын мен қанша штук, то есть қанша столбик без накид болған. Мен санаған кезінде 14 столбик без накид шықты. 14 столбик без накид жартысына дейін. Енді ар жағында қалған жартысын столбик с накидом тоқимыз. Білесіздер оны. Столбик с накидом. Ар жағында қалған жартысын столбик с накидом тоқимыз. Сосын ең аяқ жағында бір столбик, бір косичка қалдырып қоямыз. Ол жерге басқаша етіп тоқимыз. Қазір мен сіздерге аяғына дейін тоқимын да, бір столбикті, бір косичканы қалдырамын. Сол жерге дейін өзіміз тоқимыз енді. Міне мен келдім, столбик с накидом тоқыдым мына жақтарын, қалған жартысын бағанағы жерден. Енді мен санағанда менде столбик с накидом 14 шықты. 14 столбик с накидом. Енді жаңа алдын айтқандай, мына жақта ең соңғы жағында бір косичка қалдырамыз деген болатын. Ол жерге біз бағана бірінші іліп алып тұрып, одан кейін барып ауаға тоқығанымызды санадық. Осы іліп алып тұрған жеріміз осы жер. Осы жер бізде тағы да бір косичка болып саналып тұр. Міне осыған кіремін, осы бірненің ішіне, косичканың ішіне 7 рет столбик с накидом тоқимыз. Енді бір санап жіберейік, қанша болды екен. Біз негізі бір ғана косичканың ішіне 7 рет столбик с накид тоқимыз. Сол біреуінің ішіне кіреді. Қазір санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді біреуін тоқимын. Сонымен менде 7 столбик с накидом болады. Бір косичканың ішінде 7 столбик с накидом. Міне, жетіншісін міне тоқыдым. Енді ары қарай енді тағы бір санап жіберейін. 7 ма, 7 емес па, дұрыстап бір қарап санап жіберемін. Тағы да бір косичканың ішіне 7 тоқыдым ба, жоқ па. 7 тоқыппын. Енді ары қарай біз кесі тоқитынымыз мына жағын біз жаңа столбик с накидом деп тоқыдым ғой. Дәл солай қарама қарсы екінші жақ шетін столбик с накидом тоқимыз. Мына жерде менде 14 болды ма, мына жағда 14 столбик с накидом болады. Қарама қарсы дәлме-дәл тура келу керек.
Одан кейін мына жағы столбик без накид тоқылады. Дәлме-дәл қарама-қарсы столбик без накидке столбик без накид деп қарама-қарсы тоқылады. Ары қарай өзіміз тоқимыз енді. Қараңыздар, 14 ар жағы да 14 столбик с накид и аяқ жағы столбик без накид 14-тен. Келесі столбикке, келесі косичкаға кіремін, столбик с накидом тоқимын. Мен қарама-қарсы 14 па, менде қарама-қарсы 14 столбик с накидом тоқимын. Енді ары қарай өздеріміз тоқимыз. Осылай 14 столбик с накидом тоқимын. Қарама-қарсы мына жағы 14 болды, ар жағы да 14 болады. И дәл тура солай столбик без накид де солай тоқимыз. Қарама-қарсы 14 столбик без накид. Міне тоқыдым. 14 столбик с накидом, одан кейін 14 столбик без накид тоқыдым. Қарама-қарсы 28 столбик болды барлығы. Енді мына жерде қараңыздар, біз бағана бірінші қатарда екінші неге косичкаға айналып келіп кеттік қой, сөйтіп қосылдық қой, тоқыдық қой. Сол жерінде, міне қайрылған жерінде, мына жерінде орын тұрады. Сол жерге біз қазір столбик без накид тоқимыз. Бір осы ненің ішіне, косичканың ішіне 4 столбик без накид тоқимыз. Бір косичканың ішіне столбик без накид, 4 столбик без накид тоқыдым. Енді мына жерде қараңыздар, мынау бірінші тұрған мынау косичка бар емес па, сол жерге жалғастырушы петля арқылы бұл қатарды аяқтаймыз. Қазір мен жалғастырушы петля тоқимын. Кірдім, жалғастырушы петля тоқимын да бұл қатарды аяқтаймын. Міне аяқтадым бұл қатарды. Келесі екінші қатарға өтеміз. Екінші қатар ауаға 3 бос-тұрша алып екінші қатарға көтерілеміз. 2, 3, ауаға 3 бос-тұрша алдым. Енді ары қарай біз до конца барлық қатарды, барлық мынау косичкаларымызды без накид дейміз, столбик с накидом деп тоқимыз. Бәрін. Мына жерде мысалы менде 28 столбик бар ма, сол 28-дің бәрін столбик с накидом тоқимын. Без накид деген болмайды, бәрін столбик с накидом. Мына жерге дейін әкеп тоқимын. Қазір мына жерде мен бір косичканың ішіне 7 рет тоқыған жер, мынау айналған жер. Соның міне мынау косичкасына дейін әкеліп тоқимын. Міне қараңыздар, мына косичка. Мынаған емес, бұған тиіспейміз, оған нетпейміз, тоқымаймыз. Мынаған тиіспейміз, соның бергі жағындағы тоқимыз. Мынадан ары қарай бізде 7 столбик тоқылып кеткен бір косичканың ішіне. Сонда мен мына жерге санап есептегенімде 28 болады. Мынау ауаға 3 бос-тұршаны тоқыдым ғой, соны қосып есептегенде 28 столбик с накидом болып есептелінеді. Міне мен 28 столбик с накидом тоқыдым. Барлық косичканы ешқандай без накид деген тоқымадым. Бәрін 28 столбик с накидом. 28 бұл менің есебім және менің размерім бойынша. Тағы да айтайын. Сосын ауаға мынау 3 бос-тұрша алдым. Сонымен есептегенде менде 28 столбик с накидом болып есептелінеді. Енді ары қарай біз мынау бір жерімізге келдік. Бағана 7 бос-тұрша тоқыдық қой, 7 столбик тоқыдық қой бір косичканың ішіне. Сол жерге келіп қалдық. Мына жер, қазір мына жерден бастап, осы жерден бастап, енді біз әр бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Мына бірінші косичкаға бірінші столбик с накидом тоқыдым. Одан кейін қайтадан сол косичканың ішіне кіремін да, екінші столбик с накидом тоқимын. Міне, бізде мына жерде 2 столбик шығып тұр, бір косичканың ішінен. Келесі екінші косичкаға кіремін. Тоже
бір косичканың ішіне 2 рет. Міне біріншісін, одан кейін екіншісін. Бір косичканың ішінде 2 столбик с накидом шығып тұр. Осылай, жинау 7 немізді, косичкамызды осылай 7 косичка, соның ішіне 2-2-ден кіріп тоқып шығамыз. Қазір міне 3-шісін біттім. 4-шісін бастаймын. 1, одан кейін 2 рет тоқыдым. Енді 5-шісі. 5-ші косичканың ішіне 2 рет. 6-шы 2 рет. Одан кейін мұнда 7-ші тоқылады. Ішіне тоже бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом. Міне. Сонымен бізде мына жерде қазір санаймыз. 1. Так, міне. Так, мына жерден басталады. Міне, мына екеуі қосылып бірге тұр ғой, сол жерден көрініп басталады. Сонымен астындағы шығып тұрған әр косичканы 2 реттен 7 косичканы тоқыдық. Сонымен 14 косичка болды бізде бұл қатарда. Жаңағы 7 косичкадан 7 столбиктан шығып тұрған столбиктар. 14 столбик мұнда әр қайсының ішіне 2-2-ден кіргенде. Енді ары қарай дәл мына алдыңғы қатарда тоқығандай қарама-қарсы тоқимыз. Мына жағы бізде барлығы ешқандай без накид деген болмады, барлығы столбик с накидом болды. Енді екінші жағын қарама-қарсы столбик с накидом тоқимыз. Мына жерде менде 28 столбик болды ғой, мына жағыда 28 столбик болады. Қарама-қарсы 28 столбик бұл менің размерім және менің өлшемім бойынша. Сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Енді ары қарай тоқимыз. Барлық косичкаларды столбик с накидом бір-бірден ешқандай без накид онда ештеңке тоқымаймыз, тек столбик с накид. Солай ғана тоқимыз. Аяғына дейін тоқимыз, одан кейін көрсетемін. Тожына төбесінде тоқығандай аяқ жағын, табан жағын шығарамыз. 28 столбик с накидом тоқыдым. Енді мына жерде бізде бағана бір тесіктің ішіне, бір косичканың ішіне 4 рет столбик без накид тоқығанбыз. Сол 4 столбик 4 без накидтің міне косичкалар көрініп тұр, санағанда 4 болып шығып тұрады. Соның мынау тұрған біріншісіне 2 рет столбик с накидом тоқимыз, с накид тоқимыз. 2 рет, бір косичканың ішіне 2 рет. Келесі мынаған екіншісіне 3 рет тоқимыз. Одан кейін 3-ші косичкаға тоже 3 рет тоқимыз. Одан кейін ең соңғы 4-ші косичкаға 2 рет тоқимыз. Столбик с накид. Бастаймыз. Бірінші косичканың ішіне кіремін. 2 столбик с накидом тоқимын. Бір косичканың ішіне. Міне біріншісін тоқыдым. Одан кейін сол жаңа косичканың ішіне қайтадан кіремін да, екіншісін тоқимын. Міне бір косичканың ішінде 2 столбик с накид болды. Келесі екінші косичкаға кіремін. Бұған 3 рет столбик с накидом тоқимын. Біріншісі, одан кейін екіншісі, сосын 3-шісі. Бір косичканың ішінде 3 столбик с накид. Келесі 3-ші косичкаға келдік. Ол жерге де тоже солай. 3 столбик с накидом тоқимыз. 3-ші косичкаға. Біреуін тоқыдым. Енді екіншісін тоқимын сол жаңағы косичканың ішіне. Енді 3-шісін тоқимын. Бір косичканың ішінде 3 столбик с накид. Кейде осылай жібім тыңдамай қояды. Мені алып шыға алмай қалам кейде іліп. Өйткені Кавказ жібі 3 слойдан тұрады, сол үшін. Мінекей 3 рет кіріп тоқыдым бір косичканың ішіне. Енді ең соңғы 4-ші косичка қалды. Соның ішіне 2 рет столбик с накидом тоқимыз.
біріншісін тоқыдым, мынау енді екіншісі. Сонымен осылай аяқтаймыз. Енді санағанда бізде барлығы 10 столбик с накидом болады. Міне мен санап шықтым барлығын. Сонда менде 10 столбик с накидом болды. Табан жағы бұл бізде. Енді мына жерде 1, 2, 3 жоғары көтерілген жер ғой бұл жер бізде. Соның мынау косичкасына жалғастырушы петля арқылы бұл қатарды аяқтаймын. Осынау косичкаға кіремін да жалғастырушы петля тоқимын қазір. Сосын бұл екінші қатарды аяқтаймын. Міне аяқтадым. Менде пока табаным осындай болып тұр. Енді біз үшінші қатарды бастаймыз. 3 бос торша ауаға тоқимыз. Келесі ары қарай 28 дедім ба, бағанадан бері келе жатқаным 28 етіп, столбик с накидом тоқимын. Барлығын бір-бірден столбик с накидом тоқимыз. Ешқандай без накид дейін болмайды, с накидом. Мынау ауаға 3 бос торша тоқып көтерілгенмен санағанда менде 28 бос торша, 28 столбик с накидом болады. Бұл менің есебім, менің размерім бойынша. Ал ары қарай өзіміз тоқимыз. Ешқандай қиыны жоқ. Өзіміздің керекті санға келген кезінде менде яғни 28 ба 28-ін тоқимын. Содан кейін тоқтаймын. Бас жағына келеміз қазір. Міне мен тоқыдым. 28 столбик с накидом. Міне мына жеріне келдім қазір. Міне қараңыздар. Мына жерде мен бір столбиктің ішіне 2 реттен кірген жеріне келдім. Міне көрініп тұр өзі екеу. Міне. Бір косичканың ішіне 2 рет кірген жерім келіп тұр. Сол жерге келдім. Енді мына жерге мынау осына көрсетіп тұрған косичкаға қазір 2 столбик с накид тоқимыз мына жерге. Келесі мынау косичкаға 1 тоқимыз. Келесі косичкаға 2, келесіге 1, одан кейін 2, 1, 2, солай кезекпен кезек тоқимыз. Қазір бірінші 2 рет тоқимыз. Мына косичканың бірінші косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Міне біріншісін тоқыдым, екіншісін тоқыдым. Енді келесі екінші косичкаға кіремін. Оның ішіне 1 рет қана столбик с накидом тоқимын. Келесі косичкаға 2 рет столбик с накидом. Бір косичканың ішіне 2 рет. Келесі косичкаға 1 рет. 1 рет. Келесі косичкаға 2 рет. Осылай кезекпен кезек тоқимыз. 2-1, 2-1 деп қай жерге дейін екенін қазір көрсетемін. Мынау өзі бітеді, сол жерге дейін тоқимыз. Міне 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Бәрін санағанда қазір мен сіздерге айтамын, қанша столбик болатынын. Бәрін санағанда 23 столбик с накидом болды. Және бастаған кезде 2 деп бастадық, аяқтаған кезінде 2-мен аяқталады. Енді ары қарай мына жерде менде қазір бір косичканың ішіне 2 рет тоқып аяқтадым. Енді ары қарай столбик с накидом деп тоқимыз. Барлық косичканы бір-бірден ғана аяғына дейін, одан кейін табанына келген кезінде тоқылатын көрсетемін. Мінекей келдім мен тоқып. Енді мына жерде біз бағана алдыңғы қатарда бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқыған болатынбыз. Міне соның мына жеріндегі косичкасына тоқимыз. Міне қараңыздар. Сол жерге біз енді былай тоқимыз. Бір косичканың ішіне 2 рет тоқимыз. Столбик с накидом. Одан кейін келесі косичкаға 1 рет. Одан кейін келесі косичкаға 2 рет. Бір косичканың ішіне 2 рет. Міне екіншісін тоқыдым. Енді қазір келесісін 1 рет. Осылай жалғастырып тоқи береміз. 2-1, 2-1 деп
және де аяқ жағында соңына келген кезінде бір косичканың ішіне 2 столбик с накидом тоқылып аяқталады. Сосын мен сіздерге қазір айтамын, қанша столбик тоқылғанын, жаңағы жерден бастағанда қанша столбик болғанын сіздерге қазір айтамын. Міне мен аяқ жағына келдім. Аяқ жағым менде басында біз қалай бастадық? Бір косичканың ішіне 2 рет кірдік қой. Аяқ жағында біткен кезінде тоже солай бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқылады. Енді санаймыз, бізде қанша болды? Мынау басталған 2 неден санаймыз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Міне менде 14 столбик с накидом тоқылды. Енді мына жерде дәл алдыңғы қатарда түсіндіргенімдей, жаңағы ауаға алған косичканың ең жоғарғысына кіріп, жалғастырушы петля арқылы бұл қатарымызды аяқтаймыз. Міне осылай жалғастырушы петлямен қатарымызды аяқтаймыз. Міне осымен біздің табанымыз осылай болды. Бұл бізде табанымыз дайын, аяқталды. Енді келесі кезекте біз табанымызға авязка тоқуды көрсетемін. Бізде мына жерде 3 қатар болды. 3 қатармен осылай аяқталады. Сол енді келесіде біз мынандай табанымызға аламыз да, табанымыздың авязкасын тоқимыз. Мен қазір сіздерге мына жерде көрсетіп жатырмын. Мына тоқыған табаным менде созылады. Қараңыздар, созылып тұр. Кішкене жері жетпей қалса, оған настроениеңізді түсіріп жүрмеңіздер. Міне кішкене осылай созып жіберсеңіздер, жете қалады барлығы да. Енді арғарай бастаймыз авязкамызды тоқып. Мына жердегі жібімізді кесеміз да, сонымен болды, аяқтаймыз табанымызды. Енді табанымызды аламыз. Жіпті мен сіздерге көрсеттім. Жаңағы етіктің өзін тоқитын жіп деп, мықты болу үшін деген болатынмын. Менде осындай жіп. Қазір енді табанымыздың авязкасын былай түсіндірейін бірінші сіздерге. Қазір мынау бізде табан, мынау тесіктері бар дайын табан. Осы дайын табанымыздың примерно қазір мына жерлерден бастайтын боламын. Осы жерден бастап бір тесіктің ішіне 2 реттен кіріп столбик без накид тоқимыз да, одан кейін мына центр бар ғой. Осы центрына келген кезінде 1, 2, осы 3 тесігін 3 рет кіреміз. Бір тесіктің ішіне 3 рет столбик без накид, без накидтер тоқимыз. Сосын мынау жан жағында мынау центр ғой, 1, 2, 3, 4, так, 5-еу тоқимыз. 3 емес, 5-еу тоқиық. Солай дұрыс болады, кішкене мықты болсын деп. 5-еуін тоқимыз. Центр и жан жағындағы 2-еуден, сонда бізде общий 5-еу. Сосын айналдырып, мына жағының бәрін бір тесіктің ішіне 2 рет без накид тоқимыз да, сосын мына табан жағының центрына келеміз. Ол жерге келген кезінде тоже 5-еуін солай тоқимыз, жаңағыдай бір тесіктің ішіне 3 рет без накид тоқып. Центр и оң жағы мен сол жағындағы 2 тесікті 3 реттен кіріп столбик без накид тоқимыз. Не үшін? Өйткені біздің табанымыздың қайырылып домаланып келетін жері қатты көрініп қалмас үшін. Енді бастаймыз. Табанымызды осылай мен примерно осы жерлерден бастаймын. Кез келген жерден бастауға болады. Крючоктың номері 3 менде. Жібімді осылай аламын. Жіп кішкене қаттылау, непослушный болуы мүмкін. Енді басында кішкене алған кезінде мықты етіп ұстап тұрып алсаңыздар, арғарай уже тоқылып кетеді. Ешқандай қиын болмай қалады. Мұны кішкене осылай тартып жібердім жіпті. Одан кейін осылай іліп алдым да, қазір мынаны жіпті өзіме қарай осылай тартып алып, ажағынан шығарамын да, енді байлаймын. Кішкене мықты болсын деп байлаймын, өйткені жібіміз сусылдақ болады, сырғанап кейін сөтіліп кетпес үшін осылай байлап аламын, 1-2 рет байлап аламын. Сосын барып ары қарай енді қайтадан крючогымды кіргізіп ілемін, столбик без накид тоқимын. Мына қараңыздар, қайтадан кірдім тесіктің ішіне, столбик без накид тоқимын. Енді ары қарай өзіміз тоқиық. Мен қазір мына жерде 2 рет кірдім, бір тесіктің ішіне 2 рет столбик без накид тоқыдым. И одан кейін келесіне де столбик без накид 2 рет кірдім бір тесіктің ішіне.
солай тоқи береміз. Енді мен сіздерге барлығын көрсетпей ақ қояйын, мен жаңа алдын ала сіздерге түсіндіріп көрсеттім, сол бойынша сіздер де солай тоқыңыздар. Мынаның бәрін тоқып келгенімізде бағана мен бес тесікті көрсеттім ғой, сол жеріне 3 рет столбик без накид, сосын мынау табан жағына келген кезде центрдан ары қарай бесеуіне 3 рет столбик без накид, солай тоқисыздар. Мен сіздерге алдын ала көрсеттім, түсіндірдім, сол бойынша тоқыңыздар. Мінекей қыздар, мен аяқтадым. Мына жерде мен қызыл жіптен тоқып жібердім. Именно аны алдыңғы тоқып жатқан жібім бітіп қалған екен. Қырсыққанда маған тезірек мастер-класс түсіру керек болды да, сонымен қызылдан тоқып жібердім. Енді бұған мән бермеңіздер, ол үшін жаман сөздер жазып негатив болмасын, қыздар. Енді мен жібімді кестім да, қазір байлаймын. Және де осы жерде мен сіздерге айтқым келетіні, мен аяқтағанда қалай аяқтадым. Мынау ең бірінші бастаған жерімдегі мынау не бар ғой, тесік, сол жерге тағы да бір іліп жіберіп, кіріп жібердім да, столбик без накид тоқып. Солай аяқтадым. Енді мен мына жібімді екеуін бір-біріне байлап, жаңа алдыңғы басын бастаған кездегі жіптің қалған жібі бар емес па, қалдық жібі. Сол екеуін бір-бірімен байлаймын. Міне осылай байлаймын. Жақсылап байлап алып, бұларды заправить етемін. Яғни мынау авязкалардың араларына, ұзынынан осындай жерлеріне тығып, арасына заправить етіп жіберемін. Және де тоқыған кезінде бағана сіздерге түсіндірдім. Мына жерлерін бәрін екі-екіден тоқып, табаны мен бас жағын 5 тесігіне 3-3-тен тоқимыз дедім. Дәл солай тоқып шықтым. Енді кезекте біз мынау бағана тоқыған табанымыз бар емес па, соны осы табанға біріктіреміз. Қалай біріктіреміз, қазір соны сіздерге көрсететін боламын. Табанымызды осылай қойып аламыз кішкене. Біріктіру үшін бізге зажим сияқты мықты ұстайтын бір нәрсе қажет болады. Мен осындай зажим алдым. Қазір көрсетемін сіздерге. Мынандай осындай мықты ұстайтын осындай зажимдарды алдым да, біріктіріп қойдым. Бұл табан бізде созылады, бір жақсы жері жетпей қалады деп қорықпай қойыңыздар. Осылай созып жіберіп, тоқыған кезінде орнына қайтадан келе қалады, сонысы жақсы. Осылай қойып аламыз да, енді ары қарай біріктіріп тоқи береміз. Жібімізді бірінші алып, мынау неге табанға бірінші жіптің өзін тоқып аламыз. Бірінші табанның астындағы табан бар емес па, соған іліп алып, бұлай байлап аламыз. Байлап аламыз да, одан кейін барып үстіңгі табанға, тоқылған табанға соны кіремін. Косичканың полный өзін ала бересіздер. И астыңғы табанның косичкасын өзін полный аласыздар да, осылай іліп алып, без накид тоқисыздар. Енді ары қарай оңай, ешқандай қиыны жоқ. Осылай косичкаларды, полный косичканың өзін алып, үстіңгі мен астыңғы табан екеуін бір-бірімен осылай авязкаларының несі бар ғой, косичкалары, соларды осылай бір-біріне қосып, столбик без накид тоқимыз. Осылай сіздерге бір-екі тоқымасын көрсетіп жіберейін, оңай. Осылай айналып, тоқып, аяқтаймыз өзіміз. Ары қарай өзіміз тоқимыз, ешқандай қиыны жоқ, қыздар. Сонымен табанымыз дайын болады, одан кейін үстін тоқитын боламыз. Мінекей қыздар, менің табаным дайын болды. Осындай әдемі табан шығады. Мына менің алдыңғы жаңағы қызыл жері жоқ, дайын әдемі болып шыққан табаным ғой. Осындай болып шығады, жаңағыдай біріктіріп тоқыған кезде. Енді үстін тоқимыз.